Нақтылай кетсең. Нақтылай кеткенде сол қазақ қыздарын беру деген сияқты шетел, именно шетел азаматтарына алып кетуге. Соған Қазақ түбегейлі қыздары дәл қарсымын. Айяға қатысы емес. Жоқ, қазақ қыздарына. Өйткені мен достарым бар, мысалға. Мен татар достарым бар, орыс достарым бар, шетелден достарым бар. Жоқ, қазақ именно осы Қазақстанда өскен дос балаларым үйленді қазақ қыздарына. Мен өйткені білемін дос. Сен қарсылық білдірдің. Қарсылық білдіргенде енді егерде шынымен де жақсы көріп жатса, мен қарсылық білдірмеймін дедім. Сен тойда ортаға шығып алып, жоқ дедің, тоқтатыңыздар дедің, мен қарсымын дедің, жоқ, Наргизаға келді ғой мен дос балам, Рональд деген. Мен досым, мен қарсы емеспін деп айттым сол кезде. Сонда досың болған кезде сен қарсылық білдірмейсің? Жоқ, айттым ғой, сіз айтып тұрсыз ғой, Денис Тен, Геннадий Головкин, ол Қазақстанда өскен қазақтар. Қазақтың білет та салт дәстүрін, ішіндегі жан дүниесі қазақ сияқты болып кеткен. Өз Головкин айтады ғой, мен қазақпын дейді. Мәселе ұлтта емес, мен мәселе басқа елден келгендігі. Мен нацист емеспін, айтып тұрмын ғой. Өз Геннадий Головкин айтады, мен қазақпын дейді. Әкем орыс болса, мамам кореец болса, өзім қазақпын дейді. Патриотта мысалы қазақтар ондай көп. Соны айтып отырмын. Түсінікті. Ал ендеше патриот жігіт, Гүлдананы шақырамыз ба? Шақырайық. Таныдың ба қызды? Таныдың ба қызды? Иә. Керемет. Гүлдана, келіңіз. Қош келдіңіз, Гүлдана. Саламатсыздар ма? Қош көрдік. Иә, киіміңіз ерекше жарасымды өзіңізге бүгін. Көңіл күй? Жақсы. Күшті көңіл таныстық қалай болып жатыр? Жақсы. Иә, шыны керек, мен айттым ғой жаңа 3 күн шетелден келді. Жұмыс барысында Америкадан келді. Соларды енді қонақжайлықты көрсеттім. По максимуму шапан кидіріп, ет, жаңа айтып отырсыз ғой, ет, ненің еті, қалай еді? Жылқының еті, сол кезде шоке болды. Сол кезде айтады, сендер не атты жейсіңдер ма деп. Шошып кәдімгідей. Енді жегіздірдік, ұнады, қуанды. Сол 3 күн бойы сонымен жүрдім, шыным керек, 3 күн бойы қолым тимеді. Сол кеше кездестік, сөйлестік. Иә. Сол. Сонда сен қалай шетел азаматтары үшін қазақтың қызының көңілін қалтырып, кәдімгідей бөлмей жүрсің деп айта аламын, мен қазір? Жоқ, мен көңіл бөлдім ғой. Бір күн. Бөлдің ба? Бір күн. Оның алдында да көңіл бөлдім. 3 күн емес. Жоқ, енді қатыраса шығады. Көрдің бе енді? Тиіскін келсе тиіс алам. Не дейсің маған? Жарайды, бір күн жеткілікті болды ма тануға бір-бірлеріңді? Ақпан. Жеткілікті деп ойлаймын. Енді сипаттап негізі айта кетейік да, бір ортақ шешімге келдік. Ой, ортақ шешімге келдік деген кезде, яғни? Дос ретінде ара қатынаста дос ретінде араласайық деп. Неге? Ортақ шешімге келдік, солай. Өйткені өте жақсы қыз былай. Бірақ өмірде көз қарастарымыз сәйкес келмейді. Ал өмірге көз қарастарың сәйкес келмейді, армандарың әртүрлі. Ал енді ертең Гүлдананы бір шетел азаматы алып кетем десе, қарсы боласың ба? Шетел азамат алып кетем десе ма? Именно шетел азамат. Қарсы болам? Қарсы боласың. Көз қарастары бірдей, армандары бірдей. Қарсы болам? По-любому қарсы болам. Бірақ өзің жар қылып алмайсың. Енді сонда өмір бақи өзі жалғыз қалу керек. Мен ба? Жоқ, Гүлдана. Жоқ, енді неге шетел азамат? Қазақтар көп қой? Қазақстанда. Менен басқа қазақтар көп. Иә, достойный жігіттер көп қой, менен де достойный жігіттер. Олар да мысалы ортаға арман таппаса ше. Неге табады деп ойлаймын, мынандай қызды. Соны айтамын, мынандай кеп-керемет қыз, мынандай кәдімгідей әдемі, сұлу, ақылды қызды мен түсінбей тұрмын, сен бағаламағандығын түсінбей тұрмын. Ортақ мен бағаламағандығым емес, екеуміз келіп сөйлестік, ортақ шешімге келдік. Мен тарапынан емес ол. Екі тараптан болып тұр. Егер де мен айтатын болсам, давай Гүлдана дейтін болсам, ол по-другому болушы еді, дұрыс па? Білмеймін. Гүлдана, пікірталасты естіп жатқан шығарсыз, иә? Кешеден бері болып жатыр бұл мәселе. Көзқарасыңыз қандай жалпы? Жалпы көзқарасым ешқандай да қарсы емеспін. Шынымен ешқандай да қарсы емеспін. Егер де бірін-бірін
былай түсініп жатса кәдімгідей. Неге қарсы емессіз? Соны түсіндіре кетсеңіз. Неге қарсы боламын? Егер де бірін-бірін түсініп жатса, бірін-біріне ұнап жатса, бірін-бірін тілін тауып жатса. Бұл жерде енді ұлт мәселесі, ұрпақ мәселесі қозғалып жатыр. Ешқандай несі жоқ сияқты менің ойымша. Сіздің мысалы болашақ күйеуіңіз, білмеймін енді, ағылшын болса, я балаларыңыз да ағылшын болады, я. Демек, қазақтың санынан бір қыз шетелге кетеді. Бұл біз үшін минус, менің ойымша. Үйренесің, может, осында Қазақстанда да қалуға болады. Ашахан менде Қатысушылардан сұрайық, Парасат. Ашахан сөйлеуге енді рұқсат берейік, кішігірім бір ауыз айтсам. Айта қойды. Жалпы сөз адамды өзгертеді ғой. Бәріміз ая шешім айтқанға дейін 24-іміз әртүрлі ой айтып жатыр, дұрысынан түсінші деп. Кеше танысты, көрдік, бәріміз негізі ішіміз басқа нәрсе айтып тұр, сөзіміз негізі басқа нәрсені айтып тұр. Бұлақсылап, сипап, ая бұлай ғой деп негізі айтып жатырмыз да. Кеше танысты қалған танысып көрді. Бірақ менде ішімде мынандай нәрсе болды. Ая қыз болып өзінің қылығын, еркелігін көрсетпесе екен дедім. Шын айтсам, еркелігін көрсетпесін, тек әңгіме барысында тамағын көрсетсін, ұлтын айтсын. Бізде маңыз нәрсе, қазақ несімен мақтанады, қазақ бірден бір мақтанады нәрсе, жеті атасымен мақтанады деген әдемі сипалап, күштілеп, таза қандылықпен мақтанады деген жеткізіп берсе екен деген ой болды. Шыны керек. Көп нәрсе, осы нәрсені ойладық, артық кетпесе екен деп ойладық. Енді Гүлданаға сұрақ мынандай болды. Гүлдана мынандай нәрсе. Сіз жағдай жоқ, мысалға да, жағдайы жоқ, әл-ауқаты өте төмен шетел азаматымен жағдайы бар қазақ азаматы болса қайсысын таңдайсыз? Енді уақыт көрсетеді деп ойлаймын. Жоқ, қайсысын таңдайсыз? Екеуі жаңа сізге айтып отырсыз ғой, маған бәрібір десін. Мен сізге тікелей сұрақ қойдым. Маған бәрібір демедім ғой. Жоқ, сіз қарсы емеспін дедіңіз. Қарсы емеспін дедім, иә. таңдайсыз? Енді білмедім, ол жағын жауап бере алмайтын Жоқ, сияқты. бір жауап бар шығар. Мына вариант. Материалдық жағдай сізге қаншалықты маңызды ғой? Иә, бұл жерде енді кішігірім сол да бар. Енді осы екеуінің қайсысы маңызды сізге? Жағдай жоқ шетел азамат, жағдай бар қазақ жігітін азаматы. таңдаймын. Значит, сіз үшін ол ұлттық емес. Жағдай да бар, өзде қазақ, Жағдай. әрине қазақ жігітін таңдайды. Жоқ, бұл жерде бәрі бір деген нәрсеге байланысты кішігірім бір бөліп айтқан дұрыс еді деген сияқты менде ой болған болды. Ілияс? Негізі кешеге корейш жігітке өте риза отырмын мен. Бағана айтып кеттім не екенмін. Және де қазір айта кетейінші. Осы кешегі болған жағдай как будто бірінші рет болып тұр да. Алматы бойынша қаншама қазақтың қыздар орыстың балаларымен жүр. Қаншама қазақтың қыздар орыс қыздармен жүр. Кейбіреулер осында батырып отыр да мына жерде. Біз қарсы шығушы едік, айтушы едік, бүйтуші. Сондайларды көрген кезде соны неге бастамаймыз дейтін сұрағым бар да мен. Оны қалай бастайды? Ілияс, оны қалай бастайды, не істейді? Жоқ, енді айтып отыр ғой, мен қарсымын, ондайларға басқа ұлтқа беруге қарсымын. Бірақ та сөзден өздерінің өзі қарамайшы отырады. Егер Қазақстан басқа азамат болса, мен қарсы емеспін дейді, ал шетелден келсе қарсымын. Какая разница, қай жақтан келген ол? Ой, Бауыржан, боксқа дайындалғандай дайындалып жатыр ғой кәдімгідей, а? Мысалы, Ілияс, тыңда. Қарсымын, пікірім қарсы. Саған әрді ешкім батыр болып отқан жоқ, Ілияс. Егер кеше біреу очковать ететін болса, үш жерде айқай шу шығаратын еді. Сен қазір далақ етіп, дақой. Бұтя? Көп ала берме. жоқ, көп ала берме оған кезде. Әр адамның өзінің пікірі бар, өз пікірі бар, дұрыс па? Әр адам өзінің пікірі бар, сол себепті мен өз пікірімді айтып отырмын. Мен очкимді алмай қойшы, бауыржан. Мочон? Жарасады екен саған айтпақшы, Бұтя. Негізі тура осы жерде мен Ілиясты толықтай қолдаймын. Өйткені бұл қазір 21 ғасырда қоғамда болып жатқан дүние, бұны таңғалатын түгі де жоқ. Корейспен танысып жатқан қазақ қызы ая біріншісі де емес, соңы да емес. Басқа ұлтпен жүрген қазақ қыздары көшеде толып жатыр. Жөндейтін болсыңдар, соны барып ажыратып алыңдар. Соны түсіндіріңдер. Ал енді осыны қалай жөндейміз? Қатысушылар, біз бір мәмілеге келейікші, иә? Бәріміз қарсымыз, иә? Қалаулымда негізі армандап жүрген жоқ. Басқа ұлттың азаматтарына қазақтың қызын берейікші деп. Айта кетейін, бірақ ондай пікір бар қазақ қыздарының арасында. Неге шетелдік азамат мені бағалап тұрса, мені қадірлеп тұрса, ал қазақтың жігіттері мені бағаламай тұрса, мен неге шетел азаматын таңдамауым керек? Деген пікір бар. Осы пікірмен қалай күресеміз? Қалай ойлайсыздар, жігіттер? Ер жігіт, сенен бастайықшы. Рас қой, ондай пікір бар ғой. Яша ханым, дұрыс айтып отырсыз ғой. Біріншіден қазақ қызы өзінің ар намысына ие болу керек та. Өзінің ұлт салт дәстүріне ие болса,
ол қазақ жігіті, мынау жігіт бес саусақ бірдей емес қой. Бір жігіт бағаламай қалса, Иә. келесі жігіт бағалайтын жігіт міндетті түрде табылады. Нені ниет етеді, соған жетеді дейді да. Ал енді мынандай мәселе, мынада Ильяс пен Дина ханым тағы да Нучан айтып жатыр ғой. Оны тұрған ештеңе жоқ деп ше. Қазақтың қанын бұзылғанын қалайсыңдар ма? Ешкім қаламайды әрине. Қалайсыңдар ма? Ешкім қаламайды. Жоқ, мынандай мәселе бар да, просто қазақтың қызы, жаңа Ашахан бір сөзінде айтып кетті. Басқа елге, шет елге кетсе, бізге бір минус болады деді. Ал енді сол қазақ қызынан тарайтын болашақтағы ұрпақ, ол еш уақытта қазақ болып қалмайды. Ол сол елді мекеннің шетел азаматы болып өседі да. Иә? Сен ұрпақтарың сондай болған қалайсыңдар ма? Жаңа қарсы шыққандар. Қаламайсыңдар, дұрыс па? Сондықтан да ал қазақ жігіті басқа ұлтты алса да, одан қазақ жігіт тарайды да бәрі. Қалай ойлайсың? Мүмкін қыздарға шектеу қойғанша жігіттерге айту артығырақ емес пе? Қазақ қызына қатты шаппаңдаршы қарсы, намысына батпаңдаршы қатты, қадірлеңдерші қазақ қызын деген. Ол да дұрыс. Жаңа бір сөзінде айттыңыз ғой сіз, қазақ қыздарын қалай жаңағыдай өзімізге қарай тартамыз, шетелге кетіп қалмау мақсатында дедіңіз да. Мынандай мәселеде мен мақтанғандығым емес, менде осындай жағдай болды өзімде. Көшеде көрдім орыс азаматы мен қазақ қызын. Сөйтіп екеуінде ойнап, күліп, сөйтіп қыз бен бала сияқты көрінді маған. Бірақ ішім қынжылды кәдімгідей. Сосын ұстай алмадым өз-өзімді. Бардым да ана жігітпен здоров амандастым орысшасы. Амандастым да не мақсатпен жүрсің деп барша мягкий знагым түсіп қалып жатса деп жеткіздім орысшамды. Не мақсатта? Сөйтіп біз әшейін группаласпыз, доспыз деді. Иә, сондай жағдайда әрбір қазақ жігіті білмеймін енді, мен мақтану мақсатында деп тұрған жоқпын. Сөйтіп көшеде көп қалған жағдайдың өзінде. Бұл мәселені ер жігіт қазір YouTube арнасында Ашахан ер жігітке айта кетсем талқыласаңдар, иә, жібереміз қазір сіздерді. Ер жігітке айтарыңды айтасың сол жерде. Ал Ағылан мен Гүлдананың ара қатынасы осымен тоқтады. Рахмет Гүлдана келгеніңізге. Қазақтың жақсы бір жігіті бұйырады деген үміттемін. Құдай қаласа. Қазір